Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Заманымыз тыныш болсын, отбасымыз аман болсын, зор денсаулық тілеймін. Дастарханымыз кең болсын, мол болсын. Келе жатқан жаңа жылымыз жақсылығымен келсін. Ырысты мен табысты жыл болсын. Қалай осу керегін кішігірім көрсететін боламын. Мен енді өзім осып жатқан жоқпын. Және қазының шектерін қалай тазалау керек, және қазыны қалай айландыру керек, сол жайында көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Етті осы жерден бөліп осайын деп жатыр. Сіздер бөлмесеңіздер де болады. Осы тұтас күйінде осып жайғанға да ыңғайлы. Міне етті осылай бөліп енді осы еттерді осылай осамыз. Міне осы осылған еттердің арасына тұз сеуіп, өздеріңіздің керегіне қарай тұздап аламыз. Тұзды осқан еттің арасына сыртынан да жағып, жақсылап тұздап аламыз. Мынау енді жылқының сүйектері. Бұларды ортасынан бөліп, барлығын дайындап аламыз. Жіліктердің бәрін. Содан кейін жақсылап тұздаймыз. Енді қарталардың қарынның бәрін жақсылап жуып, тұзбен тазалап алдым. Мынау қарта, сыртынан бір жуып,
ішінен де жақсылап тұзбен әбден тазалап жуып алдым. Мынау қазының салатын шегі теріс айландырып, шекті теріс айландырып, жақсылап тұз сумен жақсылап жудым. Сыртында жуып алдым бірінші сыртын, одан кейін теріс айландырып, тұз сумен әбден жудым. Қарын, жылқының қарны, бұларды да тұз сумен жақсылап жуып алдым. Ет өте әдемі, майлы. Мына қарындар, бұларды да іші сыртынан жақсылап жуып алғаннан кейін тұздап қоямын. Сонда өте дәмді болады. Мынау қарта. Ішінен де сыртынан да тұздау керек. Сонда өте дәмді болып шығады. Енді теріс айландырып жуып алған қазының шегін қайтадан оң айландырдым. Жіптерімді дайындап алдым, қабаттап. Қазір екі жағынан байлайтын болам. Сарымсағымды ұсақтап алдым. Қара бұрыш алдым. Ұсақтап туралған сарымсақтың үстіне керегінше қара бұрышты сеуіп, жақсылап араластырып, осы қазыға барлық жеріне жағып шығамын. Қазының алдын ала тұздап аламын, қалауымша. Содан кейін қазының тығатын кезде шектің ішіне жаңағы сарымсақ пен қара бұрыш дайындап алған қара бұрышымды осы қазыға айландырып жағып шығамын. Сөйтіп шектің ішіне міне видеода көріп отырғандарыңыздай осылай тығамын. Міне шектің ішіне осылай жақсылап тығып аламын. Бір басын жіппен байлап қойдым. Түсіп қалған сарымсақтарды ішіне салып жіберемін. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай кесіп алып, шектеріңіз жуан болса тегі жақсы, оңай кіреді. Жіңішке болса ыңғайлап кесіп алып, осылай қолыңыздың көмегімен шекке тығамыз. Мен мінге осылай ұзынынан салдым. Міне шектерімнің ішіне барлық қазыларды салып алдым. Егер менің видеом ұнаса, маған лайк қойып, пікір қалдырыңыздар. Және тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Әлі тағы алда жақсы видеолар болады. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Тұздап алған етімізді бір күнге салқын жерге қойып қоямыз, тұзы сіңгенше. Содан кейін жел қақтайтын жерге, далаға жайып қақтап алсаңыздар болады, кептіріп. Мына қазыны да солай кептіріп алыңыздар. Кептірген ет өте дәмді болады асқан кезде. Кептіріп, содан кейін барып мұздатқышқа салсаңыздар болады.